Бізге жарты литр су қажет. Оны ыдысымызға құйып аламыз. Оның көлемін жазған жоқпын. Шамамен 800 грамм, 1 килограммдай қажет. Тұз қажет. Тұзды жақсылап қолмен ертіп аламыз. Қамырымыз қатты болғанша, прям шамамыздың келгенше қаттығы билеу керекпіз. Сол үшін ұнды қажетінше салып отырамыз. Ұнымызды саламыз, бөлшектеп қатты болғанша салып отыра береміз, шетінен алып. Мінекей біздің қамырымыз дайын, қап-қаттығы үйлеп қойдық. Енді бетін жауып қоямыз. Жарты сағаттай демалдырып аламыз. Қамырымызды бір демалдырып алдық. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Әрқайсысын жеке-жеке байынан жайып шығамыз. Мына жерге жинайтын боламын. Ол үшін бірінші аздап май жағып аламын. Бір-біріне бірігіп кетпес үшін. Осылай, маған да май жағып отырамын. Толыққанды май жағып шығамын ұзындығы бойынша. Және бұны да осы қатарға қосамын. Барлық қамырымызды осылай біркелкі етіп аламыз. Сөйтіп, улиткаға ұқсас еткізіп, май жағып, бір-бірін біріктіріп қоя береміз. Барлық қамырымызды былай орап қойдық. Енді 5 минут күте тұрамыз, 5 минуттан кейін қамырымызды жіңішкелетіп бастаймыз. Лагман жасайтын боламыз, ол үшін біз етімізді жіңішкелеп турап аламыз. Пияз қажет бізге, және де пекинский капуста, басай деп атайды, немесе пекинский деп атайды. Перец цветофор, яғни тәтті бұрыштар, және полугоркий перец. Және де полугоркий перец, яғни жартылай ащы бұрыш. Және де өз қалауыңыз жағындай жұқа етіп сәбіз қоссаңыз болады. Бізге бұнымен қоса тұз, қара бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер және де сұйық май қажет. Ортасындағын аламыз, бұл ең кішкентайы. Тағы да кішкене жерге бір-екі рет ұрып аламыз. Мінекей, енді бұның қалыңдығы жаңаға қарағанда 2-3 есеге кішірейді. Міне, видеодан көре аласыздар. Енді шетін ұстап отырамыз. Қазір бірінші бас жағынан бастай алайық. Шетін ұстап отырып, шетін тартып отырып, мына жағын қолмен жұқартамыз. Қатты тартудың қажеті жоқ. Өзінің несіне бағынып, жай тартып, созылғанына байланысты тартып отырасыздар. Енді бұны алып қоямыз. Бір-екі рет жерге ұрып аламыз. Бір-екі рет жерге ұрып алдық. Мінекей көлемі кәдімгідей кішірейіп қалды. Тестамыздың енді бұны алып қоямыз. Біраздан кейін тағы да жіңішкелететін боламыз. Оған дейін біз қалған
қамырымызды дәл солай етіп жіңішкелете береміз. Екінші қамырымызды да дәл солай етіп істеп алып жатырмыз. Енді бұны да алып қоямыз. Енді ең бірінші жіңішкелеткен қамырымызды алып, тағы бір жіңішкелетіп шығамыз. Үзіліп кетті. Ешнәрсе қылмайды. Бұндай үзілулер болып тұрады. Осыны қолмен осылай толыққанды жіңішкелетіп шыққаннан кейін біз 1-2 рет ұрамыз столымызға, содан кейін қайнап тұрған суға салып пісіріп алатын боламыз. Екінші рет жіңішкелеткен қамырымызды бүйтіп аламыз. Яғни қолымызға кигіздіріп аламыз. Енді жерге ұрамыз. Енді қайнап тұрған суымызға саламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Етімізді саламыз. Етімізді салдық, енді жақсылап қуырып аламыз. Енді дәміне қарата тұз саламыз. Және де пияз саламыз. Енді екеуін жақсылап араластырып қуырамыз. Енді сәбізімізді саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Толы горький перецімізді саламыз. Тәтті бұрышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Тұзын тексеріп көреміз. Дәміне қарата қара бұрыш, паприка түрлі бұрыштарды саламыз. Паприка деген ол тәтті бұрыш, сондықтан көп салса да есепсіз дейді. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді аздап су құямыз. Су құйдық. Енді қақпағын жауып бір бұқтырып аламыз. Үйде буланып кетті ғой деймін, камера. Бір-біріне келіп қалмас үшін шанышқымен арасын ашамыз. Мінекей бір қайнады. Енді сүзіп аламыз. Дәл осылай қамырымызды бөлшектеп пісіріп аламыз. Және де ыстық кезінде аздап май жағамыз, себебі бір-біріне жабыс қалмауы қажет. Егер сіз сразу подливын құйып дастарханға ұсынатын болсаңыз, май жағудың қажеті жоқ. Мінекей бұқтырылып жатыр. Енді біз оған капуста бәсай қосамыз. Тұзын тексеріп көріңіз, тұзы аз болған жағдайда аздап тағы да тұз қосыңыз. Егер суы аз деп ойласаңыз, подлив болуға аздап су қоссаңыз болады. Және қақпағын жауып бұқтырамыз.
мінекей екіншісін де сүзіп алдық. Кәдімгідей буы шығып тұр. Аздап май жағамыз, бір-біріне бірігіп қалмас үшін. Енді тарелкаларға салып жеке-жеке үстіне подливін құйып ұсына берсек болады. Біздің лагманымыздың подливі дайын болып қалды. Қамырымызды тарелкеге салып алдық. Енді подливімізді құямыз. Мінекей біздің лагманымыздың буы шығып жатыр, өте ыстық. Міне біздің тестамыз. Сонымен біздің лагманымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.